Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай бір пирогтың рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін ең алдымен ұнымды алдым. Ұныма тұзымды, қантымды осындай бір қасықпен және разрыхитель қопсытқышымды салып, барлық ингредиенттердің құрамын описанияда қалдыратын боламын. Осы сухой ингредиенттердің бәрін салып, бірінші бір араластырып алдым да, және комнатный температурада тұрған осындай сары майды алып, ұнмен әбден біріктіріп, дұрыстап тұрып, әбден біріккенше араластырып алдым. Міне осылай біріккен ұнымның үстіне қазір бір жұмыртқамды және де айранымды құямын. Айран өздеріңіз қалаған кез келген айран бара береді. Менің пайдаланған айраным осындай. Осы айраннан 70 грамм құйып, қазір осыларды жақсылап тұрып араластырып қамыр илейтін боламын. Қамыр осындай жабысқақ болса, тағы да ұн саласыздар. Әрбір ұнның көлеміне қарай кетуіне әртүрлі болады. Қаншалықты ылғалды алуына байланысты менде 250 граммдай ұн кетті. Кейбір ұндарда 200 граммдай ұнда жеткілікті болып қалуы мүмкін. Сондықтан өздеріңіз 200 грамм салғаннан кейін қалған жабысуына қарай саласыздар. Міне осылай қылып қамыр илеп аласыздар жақсылап тұрып. Және бұл қамырды илеп болған соң, начинкаңыз дайын болғанша холодильникке сала тұрасыздар. Енді начинкамызды дайындайтын боламыз. Начинкамыз үшін бір пияз, осындай 2-3 картоп және 250 грамм ет. Тау мен тауық етін алдым. Кәдімгі етпен де жасауға болады. Жас малдың еті болса, және осылай пиязымды, картопымды және тауығымның бәрін уақыттап турап шығатын боламын. Видеода көрсетілгендей қылып турап аласыздар. Картоп, мына жерде үлкендеу картоп болса, 2 картоптай жеткілікті. Менің картопым уақыттау болған соң, мен осылай 3 картоп, 3,5 картоптай алдым. Тауық еті де негізі мұздатқышқа қатырылып келсе, өте жақсы туралатын болады. Мен әбден қатырып алып, сәл ғана жібіткен күйінде турадым. Сонда уақыттап турауға да өзіңізге жеңіл болады. Және сондай-ақ бір чесноктың бір тілігін ғана алып, соны уақыттап турап, оны да осылай қосасыздар. Және тұз, жарты шай қасық тұз жеткілікті. Менің сәл тұзым көптеу болып кетті. Және де 3-тен 1 шай қасық бұрышыңыз және 1 шай қасықтың шамасында осындай паприка салдым. Паприканы ұнатпасаңыз салмасаңыздар да болады. Өзіңіз ұнатқан кез келген дәмдеуіштерді салуға болады. Мен тек осы 3-еуін ғана салып, осылай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Осымен начинкаңыз дайын болады. Енді жаңа қамырымызды холодильниктен алып, кішкене ұнмен илеп аламыз, себебі қолға жабысыңқырап тұрды. Осылай кішкене илеп алып, және бұл қамырды біреуін сәл үлкендеу қылып 2 бөлікке бөліп аламыз. Сәл ғана үлкендеу қыласыздар біреуін, біреу сәл ғана кішілеу. Енді оларды да құттай илеп қолға жабыспайтындай етіп, енді осы қамырларды оқтаумен шығартып тұрып жайып аласыздар. Енді осылай жайылған қамырымызды пергаменттің үстіне қойып, яғни пісіретін тава формамызға салып, қалған начинканың бәрін үстіне осылай салып шығасыздар. Молырақ болғаны жақсы начинканың. Кішкене қасықпен тегістеп, бәрін жайыңқырап жібереміз. Және екінші жайылған қамырды
сәл созыңқырап алып, осы қамырдың үстіне жабатын боламыз. Енді шеттерін осылай біріктіріп, өздеріңіз қалауыңыздарыңызша әсемдеп, шеттерін жақсылап тұрып біріктіріп аласыздар. Енді осылай бәрін біріктіріп алғаннан кейін ортасын сәл ғана тесік қалдырамыз және бір жұмыртқаның сарыуызына біраз қасықтың шамасында сүт құйып, осыны жақсылап араластырып, енді осы массамен пирогымыздың бетіне түгелмен жағып шығатын боламыз. Осылай тегістеп пирогымыз жағып шыққаннан кейін осындай сары майымызды бір 3 кусоктай сары майды алып жіңішкелеу осылай ішіне қарай салып жібереміз, начинкамыз құрғақтау болып қалмау үшін. Енді күнжутымызды бетіне әдемілік үшін сеуіп шығамыз. Және осы дайын болған пирогымызды 180 градуста 40 минутқа пешке қоямыз. Алдын ала қызып тұрған пешке саламыз. Міне пешіме мен қойдым. Қазір 40 минуттай осылай пісетін болады. Міне менің пирогым пісіп жатыр, қызарып келеді жайлап. Міне әбден 40 минут өтті. Пешімде осылай міне ортасынан сорпасы шығып, қайнап, өте сочный, керемет пирог болды. Қазір кескен күйінде көрсететін боламын. Міне мен осындай тестісі жұқа, начинкасы өте көп, осындай керемет өте ерекше дәмді пирог шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.